Көшедегі төбелес. Заң бойынша қандай жауапкершілік бар? Көшеде төбелесіп қалсаңыз, заң бойынша не болады? Біреудің сізге шабуыл жасағанын дәлелдей аласыз ба? Бүгін біз топтық төбелес, өзін өзі қорғау және бұзақылық туралы заңдарды қарастырамыз. Көшедегі төбелес заң бойынша қалай бағаланады? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің төбелеске қатысқан адамның әрекетіне байланысты бірнеше бап қарастырылған. Бұзақылық 293 бап. Егер адам себепсіз қоғамдық орында біреуге шабуыл жасаса, яғни денсаулыққа қасақана зиян келтірсе, онда қылмыстық кодексінің 107-106 баптары бойынша қарастырылады. Егер төбелес кезінде біреу жарақат алса, өзін өзі қорғау қылмыстық кодексінің 32 бап, егер сіз тек қорғану үшін әрекет етсеңіз. Егер сізге шабуыл жасалса, өзін өзі қорғауға бола ма? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 32 бабына сәйкес, әрбір адам өз өмірі мен денсаулығын қорғауға құқылы. Бірақ қорғану шектен шықпауы тиіс. Яғни егер біреу сізге жұдырық жұмсаса, сіз оған пышақ немесе басқа қарумен жауап берсеңіз, бұл заң бұзушылық болады. Егер сіз төбелеске қатысып қойсаңыз, не істеу керек? Жәбірленуші болса, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Оқиға орнынан қашпаңыз. Бұл сіздің кінәңізді мойындады дегенді білдіруі мүмкін. Куәгерлердің байланыс номерлерін алыңыз. Камераға жазбаларын сақтап қалуға тырысыңыз. Егер сізді көшеде біреу ұрып кетсе, не істеу керек? Дереу полиция шақырыңыз, яғни 102-ге звондаңыз. Дене жарақатын тіркеу үшін медициналық тексеруден өтіңіз. Полицияға арыз жазыңыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 107 бабына сәйкес, егер сізге денсаулыққа жеңіл зиян келтірілсе, шабуыл жасаушы айыппұл немесе 40 тәулікке дейін қамауға алынуы мүмкін. Егер шабуыл ауыр жарақатқа келсе, онда қылмыстық кодексінің 106 бабына сәйкес кінәлі адам 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бірақ бұл жерде қорқудың еш қажеті жоқ, себебі 5 жылға дейінгі қылмыстар ол орта санаттағы қылмыстар болып есептелінеді. Егер қарсы арыз беріп кешірім берілетін болса, онда за примирению сторон, екі жақтың бітімгершілік келісіміне байланысты, ол сотқа жетпей қысқартылуы да мүмкін. Егер топтық төбелес болса, кім жауапқа тартылады? Егер бірнеше адам төбелессе, барлығы жауапқа тартылады. Егер бір адам басқа топқа бірінші болып шабуыл жасаса, ол бұзақылық, яғни қылмыстық кодексінің 293 бабы бойынша онда сотталып кетуі мүмкін. Егер төбелес бір адамның өлімімен аяқталса, кінәлілер 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Егер сізге негізсіз айып тағылса, онда не істеу керек? Егер сіз өзін өзі қорғау аясында әрекет еткен болсаңыз, заңгер көмегіне жүгініңіз. Егер сіз төбелеске қатыспаған болсаңыз, куәгерлер мен камера жазбалары арқылы кінәсіздігіңізді дәлелдеуге болады. Көшеде төбелесу құқық бұзушылық, ал кей жағдайда қылмыс. Егер сізге шабуыл жасалса, өзін қорғау құқығыңыз бар. Бірақ қорғану шектен шықпауы тиіс. Егер сіз заңсыз айыпталсаңыз, құқықтарыңызды қорғау үшін заңгерге жүгініңіз. Толық заңдық кеңестер менің кітабымда. Сілтемені видеоның астына қалдырамын. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болған болса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және жанашыр жақын адамдарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Заңнан зардап шекпей, заңды әрқашанда өзіміздің қорғауымызға қолданып жүрейік.